Армысыздар қазақ елі. Бүгін 28 қыркүйек болды. Тақырып 80-ге таяқ балған күміс алқа иегері өте қартаң ауру апамызды алдаған алаяқ ридердің әкімі Думан Рахметқалиев туралы. Ал Думан, не айтасың? Айтып едің, жылу жүйесі тоқтағаннан кейін әпереміз деп, пәтер береміз деп апамызға. Өзіңіз білесіз, енді 2 күннен кейін жылу жүйесі қайта қосылады деп жариялап жатырсың. Сонда тағы да жылу жүйесі тоқтағанша тосуымыз керек па? Қолыңнан келмесе неге шатасың? Неге өтірік алдайсың? Сенде чеше жоқ па? Бұл қай қылғаның? Сондықтан да ендігі сенен сұрап әуре болмаймыз, алдында ойлағамыз, халықтан жылу жиып әпереміз бе деп, пәтерді апаға. Біз енді принципиально сендерден алатын боламыз. Сондықтан Сақтағанов мырзаға, облыс әкімі, Шығыс Қазақстан облысы, апамызды арбаға саламыз. Ол кісі өздігінен жүре алмайды. Біраз ақсақалдарымыз бар. Өскемен, басқа жақтан біраз белсенді азаматтар бар. Блогерлар бар. Қазір қарастырып жатырмыз независимый журналистерді. Барлығымыз облыс әкімінің алдына барамыз. Сол жерден пәтер алмай кетпейміз. Сақтағанов мырзамен сол жерде сөйлесеміз. Нұрымбет мырза, сіздің сарымайдай сақтаған сенім артқан әкіміңіз халықтың үмітін ақтамады. Бұл өте ыңғайсыз жағдай. Бірақ бұл әбден шарамыз біткеннен кейін барғай отырған шарамыз. Ескертті деген осы болады. Күтіңіздер облыс әкімінің алдынан.